Сәлем достар, қалайсыздар? Біз бүгін осындай жұмсақ тез-тез дайындалатын пицца пісіретін боламыз. Ол үшін бізге бір стақан жылы су керек, және де оған бір қасық ашытқы дрожж саламыз, және бір қасық шекер салатын боламыз. Барлығын жақсылап араластырып, бетін жауып қойып қоятын боламыз. Ол қазір 5 минутта көтерілетін болады. Содан соң ыдысымызға ұнымызды салып аламыз, 300-400 граммдай. Сол ұнымызға тұз саламыз бір қасық. Жақсылап араластырып, сұйық май құямыз, шемішкі майын. 3-4 қасық шемішкі май жарайды, және де жаңағы ашытып қойған дрожжымызды құятын боламыз. Барлығын жақсылап араластырып, жұмсақ қамыр илейміз. Міне осындай жұмсақ қамырымыз қолға жабыспайтын қамыр болып шығады. Және де сол қамырдың бетін салфанмен жауып, көтерілгенше күтеміз. Көтерілгеннен кейін осы қамырымызды алып, екі бөлікке бөліп, қайтадан бетін жауып қойып қоямыз. Тағы да көтерілу керек. Он 15-20 минуттан кейін осындай болып, нанымыз көтеріледі, қамырымыз. Сол қамырымыздың біреуін алып, жаятын боламыз. Жайып болған соң пісіретін табамызға салып, жан-жағын осылай қайырып, майонез бен томатты араластырып, осы қамырымыздың бетіне жағатын боламыз. Және де ары қарай өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша сыр салып, колбаса салып, помидор, огурцы салып, өздеріңіздің қалаған нәрселеріңізді салып дайындасаңыздар болады. 180 градуста 10-15 минутта пісіріп алдым. Сіздер де осындай дәмді әрі жұмсақ пиццаны дайындап көруге кеңес беремін. Мені қолдап, менің каналыма жазылып, лайк басып қолдап кетіңіздер. Сау болыңыздар.